Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Әсем. Бүгін ірімшік қосылған тәтті нан пісіреміз. Шайға арналған сочниктер деп аталады. Өте оңай, жеңіл жасалады. Құрамына керекті заттар төменде жазылған. Енді қамырымызды илейміз. Ыдысқа бөлме температурасындағы сары майды, қаймағымызды саламыз және бір жұмыртқамызды, қант ұнтағын саламыз. Егер сіздерде қант ұнтағы болмаса, қант қоссаңыздар да болады. Осылай барлығын біркелкілетіп араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне қамыр қопсытқышты салып, оны да араластырамыз. Осылай екеуін біріктіріп, жұмсақ қамыр жасаймыз. Қамырымыз қатты да емес, жұмсақ та емес болу керек. Шетінен ұнды сала отырып, біркелкі қамыр илейміз. Қамырымыз иленіп болғаннан кейін барлығын жинап, тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Енді салмасына бір жұмыртқаның сарысы, қант ұнтағы немесе қант 2-3 қасық және ванилин салып араластырамыз. Тоңазытқышқа тұрған қамырымызды алып жаямыз. Ұн себе отыра жаямыз. Қамырымызды қатты қалың қылмаймыз, орташа деңгейде жаямыз. Қамырымызды жұқалап кесіп, осылай дөңгелетіп барлығын кесіп шығамыз. Дөңгелетіп кесіп шықтық. Енді қамырымыздың ортасына салмасын саламыз. Бір шай қасық салмамызды салып, қамырдың екінші жағын осылай бүктеп қоямыз. Осылай барлығына да бір шай қасықтан салып, екінші жағын бүктеп жасап шығамыз. Барлығын осылай жасап шықтық. Енді пергамент қағаз төселген ыдысымызға салып, үстін жұмыртқаның сарысын жағамыз. Жағып 180 градуста 20-25 минут пісіреміз. Ірімшік қосылған тәттілеріміз, яғни сочниктарымыз пісті. Енді үстін әдемілік үшін қант ұнтағымен осылай сеуіп шығамыз. Қамыры жұмсақ әрі нәзік болып шықты, ал салмасы піскеннен кейін ақпайды, соғалып ортасында тұрады. Сіздер де шайға осындай жеңіл, тез дайындалатын тәттіні пісіріңіздер. Сіздермен болған Әсем. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.